ел бейбіт тіршілікке көшіп, қисайған шаруаға түзеле бастаған шақта жамағатты дүрліктірген жағымды жаңалық болды. Бұнымен қатар жүріп бірге жұмыс істеген қыз-келіншектердің арасынан бірнешеуіне еңбек ері деген дабырайған атақ беріп, өңірлеріне жарқыратып, алтын жұлдыз қадады. Төгілген маңдай терінің еленгені деген міне осы шығар. Соғыс уақытындағы бел жазбаған еңбектің өтеуінің қайтқаны да осы болар. Ел-жұрт тегіс қуатстанды. Марғұа да көңілінде аларлық жоқ арқа-жарқа қуаныш үстінде солармен бірге еді. Ол осы жолы жылдардың өзін көптің біріндей, баршасымен өзін теңдей сезініп қалып еді. Бірақ олай емес екен. Аузы жеңіл әлдебіреулер атаққа ұсынылғандардың арасында Марғұа да бар екен. Көрсеткіші көбісінен жоғары бола тұра халық жауының әйелі деп өткізбеген көрінеді деген құйтырқы сөздің шетін шығарыпты. Ұсынылғаны әлде өтірік, әлде рас. Қыздырманың қызыл тілі күйдірмекке әдейіге айтса да өзі біледі. Ел ішінде сөз жатама, бірден бірге тарайды. Оны жерден жеті қоян тапқандай көңірсітіп көршісі айтып келді. Марғұаның мұндай жанына тиері қыжылды естімегені жөн еді. Естігеніне өкінді. Ол атақ ала алмағаны емес, бөгде жұрттың көлденең қысыр әңгімелеріне тұздық болғанына күйінеді. Соңғы уақытта соғыс қиыншылығы тұсында қаперге көп алынбай, тіпті естен шыға бастаған халық жауының әйелі деген бетке шіркеу аты өзін қапысыз, жаңылмай қайта тапқанына жаны жасып-ақ қалды. Бұл жымысқы сөздің шығуы тегіннен тегін емес еді. Мұның астарында Марғұа өзі ғана білетін тағы бір зымиян тор жатқан. Науқан уақытында облыстан, ауданнан уәкіл келіп, күн құрғатпай шұбырып келіп жүретін. Ауданнан келгені қызылша жиналып біткенше егіс басынан шықпайтын. Басқа жұмысы жоқ па, үнемі қатын-қалашты төңіректеп жүреді. Өзі соғыста бір қолынан айырылып қайтқан егде солдат екен. Тілі майда. Марғұаның жинаған алтын тамырына риза көңілмен мақтап қояды. Егістікке жан алып, жан беріп, ақтер көктер болып жүрген жалғыз бұл еместі. Мұны бөле жара мақтағанын жақтырмаған еді. Бұл сонша көзге түсейін деп жүрмеді. Мақтанға зәру екен. Бәрі майдан үшін десе де Марғұаны жаңғабыс пен 3 баланың қамы ғой, үйде отырғызбайтын. Әкелерін айдатып жіберіп, шешелерін қара жұмысқа салып қойғандары аздай мақтай қалыпты. Сол уәкіл ара-арасында күйеуін сұрап қоятын. Сібірде лагерь дегенін айтқан еді. Бұл айтпаса да білетін анық қой. Тек сыр тартып, өз аузынан естиін деген шығар. Бұл жол тіпті хат-хабар алысып тұрасыңдар ма деп те сұрады. Бұл тура жауаптан жалтарып, Алланың бұйыртқан күні өзі келер деді де қойды. Марғұа уәкілдің қарасы көрінсе кірпідей жиырылып, тайсақтап, көзіне көрінбеуге тырысатын. Амал не, бұны тауып алып, көр жүр әңгіме айтқансып, арасында саяси тұтқындарды әдейіге қылмыскерлермен бірге ұстайтын көрінеді. Кейін олардың қатты өзгеріп, тіпті бұзылып шығатындар да болады екен дегенді елеусіз қосып қоятын шығарды. Марғұаның иманы жырды. Қайтып қасыма келместей етіп, бұл уәкілдің бетін қалай қайтарсам екен деп ойлап жүргенде, бір күні түскі үзілісі кезінде келе қалыпты. Жағалай отырған келіншектердің қасынан орын табылмағандай Марғұаның дәл жанына тізе бүкпесі бар ма? Құдайдың өзі айдап келгенін көрмесін бе? Марғұа оның бетіне тіке қарап, уәкіл, сіз қазақтың
қатынға жолама қарасы жұғады, балаға жолама бәлесі жұғады деген мақалын білмейді екенсіз-ау. Бізге жақындаған еркек айдалып кетуші еді. Қорықпайсыз ба? Қорықпасаңыз кел отырыңыз, деді көрнеу ажуаладай. Сол-солақ екен еріккен әйелдер ду күлісті. Уәкілдің өнін өрт сөндіргендей түтігіп орнынан тұрып жөніне кетті. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ деп ойлады Маруға. Бірақ алдымнан шығар деп ойламаған еді. Қызылшаның жиын теріні біткен уақытта мұны ауданға шақыртыпты. Органның тексерулерінен жүрегі шайлыққан Маруға бұл шақырыстың темізген емес екендігін іші сезіп, қобалжып, тағы үрейге бой алдырды. Қорқа борды. Бармасқа амалы бар ма? Өзі танитын уәкіл, тағы бір-екі әскери киімді адам мұны отырғызып қойып, алыстан орағытып, болдыратып әлденелерді айта бастады. Мұның әлі жас екенін, балалардың оң-солын танымайтын уақытын еске алып өтті. Олардың келешек ойлағанын кеш еместігін қозғап қойды. Халық жауын балалар деген айыпты өмір бойы арқалап жүрудің қиындығын, жолдарында кедергі көп болатындығын түсіндірді. Bir қарағанда жанасыз жандардың өзі. Бірақ күмәнді. Осындай кептерді кесе-көлденең тарта отырып, одан шығудың жолы барын тұспалдады. Қандай жолы болуы мүмкін? Бұл халық жауы болған күйеуіне бас тартамын десе жеткілікті екен. Оған мұның толық құқығы бар көрінеді. Атақты адамдардың арасында да мұндай мысалдардың көптігін тілге тиек етті. Айналдырып әкеліп балалардың болашағы өз қолында дегенге келтірді. Бұл күйеуінен бас тартуға қол қойған бойда балалар да ол қарғыс таңбасынан ағарады екен. Балаларын алға тартып Марғуаны тығырыққа тірегендей. Жандары ашығансып, қамқорсығансып, өзінде ауыр жұмыстан босатып, жеңіл кеңсе жұмысына көшіруге әбден боларлықтай. Тіпті жауапты жұмыста жүктегелер келеді. Тек халық жауының әйелі екендігі кедергі болып тұр екен. Марғуаның тұяққа тірелген жері осы шығар. Тіл аузынан айырылып, меңірейді де қалды. Бұл күтпеген сұмдығы болатын. Ол өз басы мен балаларының тағдыры әлде біреулердің ойыншығына айналғанына жаны аяусыз қорланғандай күйге түсіп, қапелімде не дерін білмеді. Бұл тұзақтан аман құтылудың амалы табылар ма екен? Қайткенде де уақытты созуы керек. Қалай? Ойланайын деуге ғана шамасы жетті. Ол басына қайдан келді екен? Аузына Құдай салған болар. Бұның ойланайын дегенін сірә бетін бері қараттық деп ұқса керек, бәрі жадырап қалды. Ойлансаң ойлан, бірақ тез шеш, деп тесіп шығарып салды. Сол арада қақшиып отырғанымен сыртқа шыға бере көңілі босап, жас баладай өксіп-өксіп жылап алды. Қапаланды, күйінді. Ауылға жаяу қайтып келе жатып ойлай, шырмауықтай бір тордың өзін торлай бастағанын анық ұқты. Бар бәле шолақ қол уәкілден келгенін де болжады. Соның қорған тұруына шырмалған тұрғанын да білетін еді. Қайтып таптық. Бұл арада енді күн болмасын біліп, қайратына мінді. Үйіне келісімен енесіне балалардың оқуын сылтауратып, шұғыл жиналулары керектігін айтып, көшуге көндірді. Бір күн ішінде қайнысы кадр қызмет жасайтын жаққа көшіп кетті. Мезгіл қара күздің аяғы, қыстың басы болатын. Жылы жайлы қоныс қайдан табыла қойсын. Біреудің ескі тамын лекерлеп, жөндеп кіріп алды. Қолдағы бар қоры мен сары қасқа сиырдың сүтінің арқасында қысылып, қымтырылып бұл қыстан да шықты. Бар көз қуанышы балалары. Оларды қанаттанып, жетіліп келе жатқан көңіліне медеу. Ауданда болған әңгіме турасында енесіне де, қайнысына да ләмдемеді.
астарынан су шыққандай бір күнде көшіп жөнелгендеріне қарап өздері де шамаласы керек қазбалап сұрамады. Бұл енді қайнысынан алыс кетпеуге бел байлады. Барған жерлерде қызылша егеді екен. Алтын тамыр өсіру бұның талайына жазылғандай, көктемде үйренген жұмысына сұранып та шықты. Сол уақыттағы таңсық дақыл алтын тамыр біреуге бақ, біреуге атақ, біреуге дәулет әкелсе, Марғуаға артық уайым әкелгендей болды. Оның қолындағы бар асылы 3 қарғасы ғой. Тапқан солардікі, солардың рыздығы, бұйыртқанын алдына қойды. Мына атақ деген қаңқудың қайдан шыққанын кім білсін? Марғуа сол атақтың тіпті керегі не? Ол соншалықты шерас па екен, әлде киер киім бе екен? Өз басын әр жерге бір алып қашып жүргенде атақ мұның не теңі? Ол еш нәрсеге дәме қылмайды ғой. Тек әлгіндей сөзден көңілінде дық қалғандай. Марғуа пенде баласына біреудің бергені не болар дерсің? Не берсе Алласы адалынан берсін деген тілеуінен жаңылмады. Алқауды ол тек Тәңірінен сұрайды. Бұл жолы тілеуі қабыл болды.